Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздер мен көп болды рецепт салмағаныма. Сол үшін де бүгін егер әлі де жасап көрмеген болсаңыздар, онда лечо салатын жасауға кеңес беремін. Бұл рецептпен жасасаңыз салатыңыз сұйық та емес, қою да емес, әдемі болып шығады. Ол үшін бізге қажет ингредиенттер осылар. Пияз ең алдымен жуа, оны сақиналап, жартылай сақиналап тураймыз жұқалап. Содан кейін болгар бұрышы болгарский. Оны да қатты үлкен емес, осындай орташа қылып турағанды жөн көрдім. Содан кейін барып осындай сәбізді теркадан, яғни үккіштен өткізесіздер. Содан кейін барып помидор, оны ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Дәміне қарай, егер қаласаңыздар укроп қоссаңыз болады. Содан кейін сарымсақ, яғни чеснок, оны да майдалап турайсыздар. Қаласаңыз ащы бұрыш қосасыз, 1-2 данасын. Тұз, қант, қара бұрыш, лавр жапырағы және де осындай уксус қажет. Уксус 70% немесе 9% бола береді. Олай болса, салатымызды бастайық. Бисмиллах деп. Отымызға ыдысты қойып, қатты қыздырып, оған 200-300 мл сұйық майымызды қосамыз. Менде осы стакан 200 грамдық, 200 мл. Мен осыдан 1,5 стакан құйдым, яғни 300 мл болды. Майымыз қатты қызғаннан кейін барып, үстіне пияз салып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай қуырылғаннан кейін үстіне бірден болгар бұрышын, сосын артынан ащы қызыл бұрышыңызды саласыз. Егер қосам десеңіздер, мен қосқан жоқпын, өйткені балаларға да жеуге ыңғайлы болсын деп ащы салған жоқпын. Қаласаңыздар ащы қосыңыздар. Сосын үстіне сәбізді, теркадан үккіштен өткен сәбізімізді саламыз да жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырғаннан кейін осындай жұмсарады. Сәбізіміз, болгар бұрышымыз жақсылап жұмсарғаннан кейін барып, үстіне жаңағы ет тартқыштан өткен помидорымызды, қызанағымызды құямыз. Енді араластырып бетін жауып, жарты сағатқа ақыры нотта қайнатамыз. Жарты сағат өткеннен кейін бағанағы специяларымызды, тұз, қант, қара бұрыш, лавр жапырағын қосып, тағы да араластырып күтеміз. Осы сәтте дәмін байқаңыздар. Егер тұзы көп, жаңағыда аз болып тұрса, тұз қосасыздар. Қанты аз болса, қант қосасыздар. Кішкене бетін жауып қоямыз. Сосын шамал 15-20 минуттан кейін осылай укропымызды, егер петрушка қоссам десеңіздер болады, петрушкамызды саламыз. Және де чесногымызды салып 20 минутқа ақыры нотқа қоямыз. Мінекей достар, менің салатым дайын. Банкаға жауып, қақпағын бәрін жауып дайындап қойдым. Менде осы рецептпен 7 литрдей салат шықты. Жасап дайындап көріңіздер өздеріңізде. Ас болсын. YouTube каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.